Амастар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақ көрден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Менің каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Бастауыш сынып сабақтары, қазақ тілі математика сабақтар. Бүгінгі сабағымыз 43-ші сабақ. Тақырыбымыз түбірлес сөздер. 22-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Мен Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысының Жаркент өңіріндегі Шежін ауылында дүниеге келдім. Еңбек жолымды 1928 жылы Түрксібте қара жұмыстан бастадым. Николай Хлудовтың студиясында 1929-32 жылдары оқыдым. 1944 жылы Қазақстанның халық суретшісі атағын алдым. 1945 және 56 жылдары Қазақстан суретшілер одағын басқардым. Өнерден бөлек оқытушылық және қоғамдық жұмыстармен де айналыстым. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қой. Осы мәтінді ұтымды жауап мәтінімен салыстыр. Мәтіндердің ұқсастығы неде? Айырмашылықшы. Ұтымды жауап деген өткен сабақтағы мәтіне, ол Әбілхан Қастеев туралы жазылған еді. Әбілхан Қастеевтің қалай Хлудовқа жауап берген, сен сөзді қалай жерден үйрендің деген кезде, ол мен табиғаттан, қойлардан, ауылдан деп жауап берген еді. Енді бұл жерде Әбілхан Қастеев Хлудовтың студиясында да оқиды. Өз суретке деген өнері, талпынысы болады. Оның 2 жылдық мектепте оқыған болады, одан басқа мектепте оқымаған болады, бірақ оның сурет салуға деген ынтасы күшті болады. Енді досыңнан сұрап алды, оның өмірбаянын айтып бер дейді. Мына кесте бойынша әңгімелейсіздер. 1904 жылы туылды, 1928 жылы түрік жұмыс істеді, 29 жылдары өнер студиясында жұмыс оқыды, 1944 жылы халық суретшісі болды және 1945 жылы суретші одағын басқарды деп қысқа нұсқа өмірбаян жазсаңыздар болады. Суретші малшы сөздерін өзара салыстыр дейді. Олардың түбіріне назар аудар дейді. Сурет деген сөзде бұл түбір сөз, суретші бұл жұрнақшылығына дейі түбірден бұл жерде бір түбірлес сөздер деп айтады. Яғни сурет және суретші деген сөз түбірлес сөздер деп аталады. Өйткені олардың түбірінен тараған сөздер бір сөз, сурет деген сөз. Енді бір түбірден тараған сөздерді түбірлес сөздер деп атайды екен. Мысалы білім, білімді, білгіш, Біл деген сөз бұл өздерінің түбір сөздері бірдей. Өнер, өнерлі, өнерпаз. Бұл жерде де түбірлес сөз, өнер деген сөз болады. Мәтін түрі әңгімелеп, баяндап тұр, Осылай жазып қойыңыз балалар. Келесі 23-ші жаттығу. Жас атауларын өсу ретіне қарай жүйелеп жаз дейді. Жас атаулар бөпелердің баланың жас кезеңдері болып саналады, яғни туылған сәттен балаға дейінгі. Мысалы, ең алдымен нәресте деп аталады, ең кішкентай, одан кейін сәби деп аталады, одан кейін бөбек деп аталады, одан кейін бүлдіршін, одан кейін балақай және үлкен бала, есейген баланы бала деп атаймыз. Енді бұл жерде түбірлес сөздерді тап дейді. Түбірлес сөздер балақай және бала деген сөз. Өйткені бала деген түбір сөзі бірдей, қай деген жұрнақ болып тұр. Балақай және бала бұлар түбірлес сөздер болады екен. Бала сөздер түбірлес сөздер болады екен. Осылай негізі барлық жас кезеңдері, балалардың жас кезеңдері бірдей ұқсас болады сөздері. Келесі 24-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз дейді. Шежіреші кісі шежіре айтты. Ішіндегі шежіресін шешіле айтты дейді. Шежіреші деген сөздер түбірлес сөздерді табамыз. Олардың мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал дейді. Шежіреші, яғни шежіре дегеніміз түбір сөз, шежіреші дегенде шежіре деген түбір сөз және жұрнақ. Яғни бұл жерде шежіре мен шежіре екі сөз түбірлес сөздер болып саналады екен, түбірі бірдей сөздер екен. Енді шежіре дегеніміз не дегенге? Шежіре дегеніміз халықтың шығу тегін, таралуын баяндайтын тармағы деп аталады. Яғни соның бөлімі деп аталады,
шежіре дегеніміз. Мысалы, сенің ата тегің кім деген, немесе ата тегің қайдан шыққан, сенің жеті атаң қалай аталады деп сұраймыз, балалардан. Солай біз бір адамның, халықтың немесе шежіресін баяндап біліп алады екенбіз. Осылай жазып қоясыздар, балалар. Келесі 25-ші жаттығу. Суретке қара, түбірлес сөздерді оқы. Оқу, оқушы, оқулық, оқуға. Бұл жерде түбірлес сөздер оқу деген сөзден шығып тұр, оқу. Яғни оқушы деген сөзде оқу тағы да бар, оқулық деген сөзде оқу тағы бар, және оқуға деген сөзде оқу тағы да бар. Бірақ бұл жерде түбірлес сөздеріне жатпайтын сөз бар, бір сөз ғана бар. Ол оқуға деген сөз. Неліктен дейді? Неліктен бұл оқуға деген сөз етістікке айналып кетіп жатыр, Қайда деген сұраққа жауап береді. Оқуға себебін дәлелдедік, ол етістік болғандықтан түбірлес сөздерге жатпайды екен. Бірақ оқу деген сөзі бар құрамында. Бірақ етістікке айналып кетеді екен. Сондықтан түбірлес сөздерге жатпайды екен, балалар. Осылай, осы бір ғана сөзді ғана жазып қоясыздар, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда бастауыш сынып сабақтары жүргізіледі. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.